Неліктен Apple iPhone 9 шығарған жоқ? Және неге iPhone 19 болмайды? Алыстағы 2017 жылы iPhone 8 және аты аңызға айналған мерейтойлық iPhone 10 ұсынды. Бірақ iPhone 9-на қайда кетті? Apple iPhone 9 2 негізгі себеп бойынша жіберіп алды. Біріншіден, 2017 жыл iPhone-ның 10 жылдығы болды. Бірінші iPhone 2007 жылы шықты. Сондықтан Apple iPhone 10 мерейтойлық моделін атауға шешім қабылдады. Бұл жай iPhone 9-дан гөрі салқын естілді. Екіншіден, iPhone 10 үлкен қайта дизайн болды. Ичимесі жоқ, Face ID, OLED экраны және жақтаусыз дерлік дизайны бар. Ол, сол жылдар үшін, Apple бұл жай ғана келесі сан емес, бұл жаңа дәуір екенін атап өтуі керек еді. Дәл осы себептерге байланысты iPhone 19-ның шығуы үлкен мәселе болып табылады. 2027 жыл. Екінші мерейтойлық модель жаңа дизайн алады, және оны iPhone 19 емес, iPhone 20 деп атайды деген қауесет бар. iPhone 10-ға ұқсас. Бұл сандардың секірі. Осындай қызықты видеоларды жібермеу үшін каналға тіркел.